Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай ерекше тамақтың рецептіменен бөліскім отыр. Дәмі өте керемет, дәмінде сөз жоқ, әрі оңай, тез жасалынатын рецептпен бөлісетін боламын. Ол үшін видеоны соңына дейін көріп, төмендегі подписация бөлімін батырманы басып, маған тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Ең алдыменен қызып тұрған қазанымызға азырақ май құямыз. Оның үстіне етімізді салып, жақсылап қуыратын боламыз. Осы тамақты міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге 100% ұнайтынына сенімдімін. Өте дәмді, ерекше болып шығады. Бетін жауып, су шыққанша қалдырамыз. Енді қамырына кірісетін боламын. Қамырына бір пелай су құйып, оған бір қасық тұзымызды салып, бір жұмыртқамызды жарып аламыз. Тұзы ерігенше жақсылап араластырып, орташа тығыздықта қамыр илеп алатын боламын. Шіле қатты емес, жұмсақ емес, өздеріңіз көріп тұрғандай, осылай қамыр илеп 10 минутқа бетін жауып қалдыратын боламыз. Иі қанғанша. Өздеріңіз көріп тұрғандай, етіміз өте керемет болып, суы шығып, жақсылап қуырылды. Енді оның үстіне пиязымызды салып, тағы да қуыратын боламыз. Енді дәмінде сөз жоқ, өте керемет тамақ болады екен. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге де ұнайды деген сенімдемін. Блендерден өткізілген қызанағымды салдым мен. Енді сіздер бұны томатпенен алмастырсаңыздар болады. Оның орнына томат жасаңыздар. Осылай жақсылап қуыратын боламыз. Осылай үстіне картошкамызды салып, сәбізімізді салып, оны да қуырамыз. Картошка салу міндетті емес. Паприкамызды саламыз үстіне. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша дәмдеуіштер салсаңыздар болады. Мен паприкаменен бұрыш салдым. Енді осыны жақсылап араластырып, үстіне азырақ су құйып, астын пәс қойып, бетін жауып қоятын боламыз. Осылай енді қамырын жайып болдым. Енді осыны кесіп, 4 бұрыштап кессеңіздер болады. Тапеншелеріңіздің размеріне қарап кесесіздер. Осындай қазақша каналдардың дамуына аз да болса өз үлестеріңізді қосып, маған астында подписация бөліміндегі батырманы тіркелмесеңіздер басып, тіркеліп, комментария жазып, сіздердің комментарияларыңыз мен үшін өте маңызды. Сол үшін комментария жазып, тіркелмесеңіздер тіркеліп, осындай қазақша каналдардың дамуына аз да болса өз үлестеріңізді қоса кетіңіздер. Қамырымызды осылай жартылай пісіріп аламыз. Толық емес. Осылай жартылай пісіріп алсаңыздар болады. Толық пісірудің қажеті жоқ. Осылай жартылай пісіріп алсақ болады. Топарсығанша дейді ғой, солай топарсытқанша осылай пісіріп аламыз. Сөйтіп екі бетінде осылай пісірсеңіздер болады. Енді өздеріңіз көріп тұрғандай, мен қамырлардың бәрін өстіп пісіріп алдым, жартылай. Енді осыны осылай видеода көріп тұрғандай кесетін боламын. Мен енді осылай турайтын боламын. Сіздер өз қалауларыңыз бойынша майда қылып турасаңыздар да, бұдан ірі қылып турасаңыздар да бола береді. Қалай турасаңыздар да. Өстіп турап аламыз барлық қамырымызды. Өте дәмді, өте керемет болып піседі екен. Нан салманың орнына осыны жасап жесеңіздер де болады. Қамырларыңыз езілмей, әдемі болып шығады. Осылай ұсақтап туралған қамырымыздың үстіне азырақ майымызды құйып, өздеріңіз көріп тұрғандай, азырақ май құйып, осыны жақсылап араластырып аламыз. Піскен кезде жабыспай әдемі болып шығу үшін. Үсті майды осылай жақсылап араластырып аламыз.
Осы аралықта біздің тұздығымыз пісіп дайын болды. Енді осының үстіне қамырымызды салатын боламыз. Барлық қамырларымызды саламыз. Үстіне азырақ суым аз болғандықтан азырақ су құйып жібердім. Енді бұны 15 минутқа бетін жауып қалдыратын боламын. Қамырымыз жартылай піскендіктен өте тез піседі. Сол үшін 15 минут жеткілікті. Өздеріңіз көріп тұрғандай, міне біздің қамырымыз өте керемет болып пісті. Тамағымыз да дәмді болып, енді ерекше тамақ екен, жасап көрсеңіздер болады. Менің видеом ұнаса, лайк басып, комментария жазып, тіркелмесеңіздер тіркеліп, осындай қазақша каналдардың дамуына аз да болса өз үлестеріңізді қоса кетіңіздер. Алдағы уақытта бұдан да керемет рецепттермен бөлісетін боламын. Қош сау болыңыздар.